Ауызашарға дастархан жаюға керемет салаттардың рецептісімен бөлісетін боламын. Біріншісі хит салат с рукколой деп аталады. Бұл үшін суда піскен қызылшамызды осылай көбейіп кетіп турап алатын боламыз. Міне, барлығын осылай турап аламыз. Енді бұл бізде руккола жапырағы, осылай әдемілеп қойып шығатын боламыз. Енді апельсинді болмаса мандаринді дәл осылай кесеміз. Және үстіне қойып шығамыз. Бұл бізде творожный сыр, кедровые орешки. Енді үстіне бальзамический соусты осылай жағып шығамыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде істеп көріңіздер, тез дайындалады. Екінші салатымыз мужской каприз деп аталады. Бұны дайындау үшін бізге колбаса қажет болады. Формасы майонездің қақпағының жартысы. Енді әрбір қабаты сайын майонезбен тұз жағып отыруды ұмытпаймыз. Бұл бізде жұмыртқа. Описанияға барлық құрамын жазып қоятын боламын, төменнен көрсеңіздер болады. Әрбір қабатына осылай жағып отыруды ұмытпаймыз. Енді бұл бізде сыр. Жақсылап қаттылап басатын боламыз. Соңынан осы форманы алғанда салатымыз шашылып қалмауы үшін. Міне қайтадан қайталаймыз. Керемет мастер-класстар менің YouTube арнамда бар, сондықтан міндетті түрде тіркеліңіздер. Достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Енді бізде соңғы қабаты, бұл сырды бетінен баспаймыз. Бұл үлбіріп тұру керек осылай. Үрпейіп тұру керек. Міне енді ыдысымызда жайлап аламыз. Өте әдемі, дәмді салат шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Үшінші салат барлығы білетін фруктовый салат. Бұл арықтауға өте керемет, денсаулыққа өте пайдалы. Витаминдерге толы салат. Бұл үшін бізге йогурт және де кез келген жемістер қажет болады. Үлкен-үлкен ет істесек, өте әдемі болып көрінеді. Бананды, кивиді және де апельсин мен алмадан жасап жатырмыз. Міне осылай кесіп аламыз. Және бізге араластыруға ыдыс керек болады. Барлығын бір ыңғайлы ыдысқа салып, йогуртпен араластырып, ұсына берсек болады. Өте дәмді салат, міндетті түрде істеңіздер. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міне өте дәмді болып шығады. Енді бізде үшінші салатымыз радуга салаты деп аталады. Бұл салатқа еш нәрсе пісіріп, түсіріп қажет емес. Барлығы дайын нәрседен жасалады, өте тез дайындалады, 5 минутта дайындауға болады, міндетті түрде істеп көріңіздер. Жалпы барлық салаттар өте оңай, көріп тұрғандарыңыздай. Міне барлығын видеодағыдай қойып шығамыз. Бірінші колбасаны, сосын қиярды қойып жатырмыз. Енді қызанағымызды қоямыз және де кироешке қойып жатырмыз. Қалауларыңызға қарай құрамын өзгертіп отырсаңыздар болады. Бетіне тұзды себеміз және де әдемілеп ортасына майонезді құятын боламыз. Міндетті түрде істеп көріңіздер, достар. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Және де менің YouTube арнамда осындай тегін мастер-класс бар. Бұны үйреніп табыстапсаңыздар да болады. Дастархандарыңыздың сәнін келтіреді, бір жасағаннан шығады. Сондықтан міндетті түрде тіркеліңіздер, себебі бұл тек қана менің оқырмандарыма көрінеді.